Сабақтың тақырыбы станция кезекшісінің оператор сигнализациясы мен байланыс қондырғыларының жұмысындағы ақау кезіндегі жұмысы. Бүгінгі сабақтың мақсаты станция кезекшісінің оператор сигнализациясы мен байланыс қондырғыларының жұмысындағы ақау кезіндегі жұмысымен танысу. СОБ бақылау құрылғыларының қалыпты көрсетуден кейбір ақаулықтар пайда болған жағдайда станция кезекшісі тексеріп шығуы тиіс. Бірінші, вагондардың ығысуы, құрамның жолдан шығуы, ауыспаның қиылуы. Оның немесе өзге қызметкерлердің қате орындағанның әрекеттері. Барлық бағыттамалардың, соның ішінде маршрутқа кіретін күзеттік бағыттамалардың қалпына қатысты бақылау бар ма және олар дұрыс орнатылған ба? Аппараттан бұздыған кілт шешіліп алынбады ма және ол аппараттар дұрыс орнатылған ба? Станция кезекшісі СОБ құрылғыларының ақаулығын анықтап, дереу түрде қарау журналына жазба енгізіп, бұл туралы электромеханикке сигнал беру және байланыс дистанциясын кезекші инженеріне және қажет болса өзге де қатысы бар қызметтердің қызметкерлеріне хабарлауы міндетті. Ақаулықтың сипатына қарай станция кезекшісі электромеханикінің келуін күтпей-ақ СОБ құрылғыларының қалыпты жұмысының бұзылу себептерін анықтау үшін төмендегілер тексеру тиіс. Ол жұмыс немесе бағыттамалық оқшауланған телімінің жалған түрде бос болмауы пайда болған жағдайда рельстік тізбектің бөгде зетпен тұйықталып қалмағанын. Егер бағыттама басқару пультінен бұрылмаса, үшкір мен рамалы рельстің арасында небір зат тұрып қалмағаны. Электромеханиктеріне келесі әрекеттерді орындауға тыйым салынады. Бірінші, станциялардағы СОБ құрылғыларының ақаулықтарын жою, ісіне станция кезекшісінің рұқсатынсыз және қарау журналында жазба жасаусыз кірісуге. Екінші, жөндеу немесе ақаулықты жою жұмысы аяқталғаннан кейін жұмыс уақытша түрде тоқтатылмаған болатын құрылғылардың станция кезекшісімен немесе орталықтандыру қосыны оператормен бірлескен түрде іс жүзінде тексеруден өткізбеу. Құрылғылардың жарамдылығына, басқару пультіндегі бақылау аспаптары көрсетулерінің дұрыстығына көз жеткізіп алмау қолданысқа енгізу. Бүгінгі бақылау сұрақтары: СОБ құрылғыларының тіркеу журналы. Екінші сұрақ: СОБ құрылғыларының ақаулықтарын тексеру. Үшінші сұрақ: ақаулықтар кезіндегі станция кезекшісінің міндеті.